Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін 20 минуттың ішінде жасалатын өте дәмді, жып-жұмсақ бауырсақтардың рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ашытқысыз бауырсақтарды дайындау үшін бізге бөлме температурасындағы жылы айран қажет. Ыдысқа құйып, жарты шай қасық ас содасын салып араластырамыз. Сол кезде айран сәл көпіріп, көлемі жағынан ұлғаяды. Одан кейін тұз, қант және сұйық май қосып араластырамыз. Массамыз жақсы араласқан соң ұнды салу қажет. Ұнды бірден барлығын салмаңыздар. 2-3 бөлікке бөліп салған жөн. Алдымен шанышқының көмегімен, содан соң қолымызбен жып-жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Өте жұмсақ болуы қажет. Енді қақпағын жауып, 10 минутқа тындырып қоямыз. Шамамен 10 минуттай уақыт өтті. Енді жұмыс жасайтын үстелдің үстіне ұн сеуіп, қамырды жаямыз. Қатты жұқартпай жаюымыз қажет. Шамамен 2-3 мм болу керек. Қамырды жайып болған соң өзіңізге ұнайтын формада кесіп аламыз. Мен ромбик тәріздес етіп кестім. Егер де бауырсақтарыңыздың әдемі болып шыққанын қаласаңыз, онда стақанның көмегімен домалақ тәріздес етіп кессеңіздер болады. Енді бауырсақтарымызды қызып тұрған майда 2 жағы қызарғанша қуырып аламыз. Бауырсақтар әдемі болып көтеріледі. Уақыт тығыз болған жағдайда, үйге аяқ астынан қонақ келіп қалған жағдайда осылай ашытқысыз бауырсақтар пісіруге болады. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерді өте көп әрі дәмді рецептермен қуантатын боламын. Ас болсын, сау болыңыздар.